Солтүстік Қазақстан облысы республиканың жетекші аграрлық өңірлерінің бірі болып табылады. Облыс Қазақстанның солтүстігінде орналасқан және Ресей Федерациясының шекаралас өңірлерінің нарықтарына жол ашады. Солтүстік Қазақстан облысы экономикасының негізін ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп құрайды. Солтүстік Қазақстан облысы еліміздің жетекші астық өңірі. Жыл сайын облыс алқаптарында барлық қазақстандық астықтан ең жақсы сападағы 3/1 бөлігі өндіріледі. Облыста мал шаруашылығының одан әрі өсуі және ет өнімдерінің экспорты үшін барлық жағдай жасалған. Облыста пайдалы қазбалардың көптеген түрлері анықталып, әртүрлі дәрежеде зерттелді. Өңір аумағы солтүстік Қазақстандағы уран кенді, алмазды және қолайлы сирек металды провинцияның бір бөлігі болып табылады. Солтүстік Қазақстанның индустриялық кешенінің жетекші саласы машина жасау болып табылады. Өңірде мұнай, газ, темір жол және энергетикалық кешендерге арналған өнімдердің өндірісі жолға қойылған. Облыста жеке энергетикалық инфрақұрылым бар. Ішкі нарыққа электр энергиясын жеткізумен қатар, облыстан тыс жерлерге электр энергиясын жеткізу жүзеге асырылады. Географиялық жағдайының тиімділігі, автожолдар тығыздығының жоғарылығы және ірі темір жол торабы өңірге жоғары транзиттік әлеует береді. Өңір Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансазиялық темір жол магистралінің солтүстік дәлізінің бір бөлігі болып табылады. Неге солтүстік Қазақстанға инвестиция салу тиімді? Географиялық орналасуы тиімді, табиғи ресурстарға бай, іскерлік ахуалы қолайлы, кәсіби кадрлары бар, тарифтік саясаты төмен. Солтүстік Қазақстан облысына өзара тиімді ынтымақтастық аумағына инвестиция салыңыздар.